Сәлем достар, сіздермен бүгін дәмі тілі үйретін Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Бұл торт қанша уақыттан бері өзінің актуалдылығын жоғалтпай келе жатқан торт. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шықты, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ең бірінші тортымыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Оның үстіне аздап шым-шым тұз саламыз, және де мұздай су қажет. Мұздай суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 9% уксус құю керек, бір ас қасық. Менде 9% уксус болмағандықтан 70% уксустан бір ас қасық, және де судан бір ас қасық араластырып барып құйдым. Дайындап алған суымызды бөлек қоя тұрып, мұздатқыштан жаңа ғана алынған 82% сары майымызды жақсылап бөліктерге бөліп, алдын ала жаңағы електен өткізілген ұнның үстіне салып, екеуінен жақсылап крошкалар жасайтын боламыз. Ұнымызды жақсылап ұнтақтап алдық. Енді осыған жаңағы дайындап алған суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илегенде біз кәдімгі қамыр секілді етіп, бұны қатты мұжбаймыз. Жай барлық осы ұнды жаңағы құйған біздің сұйықтығымызбен жақсылап біріктіреміз. Қамырды әдемілеп илеп алдық. Енді біз осы қамырды қанша бөлік бізге қажет Наполеон тортына, сонша бөлік бөлетін боламыз. Өзімізге осы қамырдан неше бөлік шығатындығын білу үшін осылай пышақтың көмегімен алдын ала бөліктерге бөліп, көз мөлшерімен білеміз қанша штук шығатын. Одан кейін барып кесіп, осылай домалақтар жасап, тарелканың астына аздап ұнды сеуіп, сосын кейін осы жаңағы бөліп алған бөліктеріміздің барлығын орналастырып, бетін осындай пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышта 1 сағат, мұздатқыштың өзінде 3-4 сағатқа дейін мұздатуымыз қажет болады. Әзірге қамырымыз дайын болғанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бір ыдысқа сүтімізді құйып, қантымыздың жартысын салып, оттың астын қатты қойып, қайнатуға дейін апарамыз. Одан кейін бір ыдысқа 4 жұмыртқаны, және де қанттың қалған бөлігін, кукуруз крахмалын, және де ұнды салып, жақсылап бір келкі болғанша миксермен немесе осылай венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Осылай бір келкі сұйық болуы қажет. Міне мұнда біздің сүтіміз қайнауға дейін барды. Енді осы дайын болған смесімізге сүтімізді аз-аздан бөліктерге бөле отырып, жиі араластыра отырып құятын боламыз. Егер біз жиі араластырмайтын болсақ, біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Енді осы жұмыртқа қосылған массамызды сүтімізге құйып, жақсылап араластыра отырып, жаңағы отқа қойып, астын жай қойып, жиі араластыра отырып, крем дайындайтын боламыз. Оттың астын міндетті түрде жай қою керек, себебі оттың асты қатты қойылып қалып кетсе, сіздер қанша жерден қатты жиі араластырсаңыздар да мынандай майда түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Енді осы дайын болған заварной кремімізді оттан алып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап бір келкі болғанша майымыз ерігенше араластыратын боламыз. Біздің заварной крем тез салқындауы үшін бөлек ыдысқа осы кремді бөліп салып, және де бетін пищевой пленкамен жаңағы кремнің бетіне тигізе отырып жауып қоямыз. Сол кезде біздің креміміздің бетіне бір бөлек жаңағыдай қаймақ секілді етіп бір слой қалмайды. Ал егер сіздер осылай пленкамен жаппайтын болсаңыздар, бетінен бөлек бір қаймақ секілді слой пайда болады да, ол бізге
креміміздің біркелкі болмай қалуына әсер етеді. Қамырымыз дайын болды, әдемі болып салқындады. Енді осы бір үштігін алып, жақсылап жаямыз. Ал қалған бөлігін тағы да тоңазытқышқа салып қоямыз. Себебі бөлме температурасында тұрса, біздің қамырымыз тағы да жұмсарып кетуі қажет. Осылай бірден пергамент қағазына аздап ұнды сеуіп, жаңағы қамырымызды 1 сантиметр, 2 сантиметрдей етіп, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жұқартып жайып болған соң, өзімізге қажетті диаметрлі форманы алып, осылай кесіп аламыз. Менде мына жерде 22 сантиметрлі форма. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, үйде кез келген тарелканы алып, осылай шетін пышақпен кесіп алсаңыздар да болады. Және де ортасын вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Біз қазір духовкаға салған кезде ортасы қатты көтеріліп кетпеуі қажет. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Креміміз де салқындап дайын болды, бетінде ешқандай слой қалмаған. Енді осы коржиктарымызды осындай формаға ішіне салып, бетіне кремді жағып, жақсылап жинайтын боламыз. Наполеон тортына міндетті түрде осы заварной крем салу міндетті емес. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген кремді пайдалансаңыздар да болады. Қалған кремді осы шетіне және де үстіне жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін бағана осы шетінен қалған қиындыларды жақсылап қолмен майдалап езіп, қазір біз үстіне әсемдік үшін пайдаланамыз. Осы крошкалардың барлығын үстінен бастап шетіне, яғни жан жағының барлығына сеуіп шығамыз. Тортымызды міндетті түрде мұздатқышқа 1-2 сағатқа немесе түннен азанға қою қажет. Сол кезде крем әдемі болып сіңіп, торт өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.